Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Батырғали Динара YouTube каналына қош келдіңіздер. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыз. Сол кезде күшті лайфхак сіздерге көрсететін боламын. Жүз штугін қиналмай, оңай қалай жасауды білетін боласыз. Ал қазір мастер-классқа көшейік. Сіз осындай дайын шаблондар каналын алу үшін маған видеоның астында WhatsApp номер тастап кетемін, соған жазыңыз. Осылай дайын шаблондарды аласыз да тек, например, текст жаза қоясыз, қоныстой деп. Содан кейін міне айналасын қиып тастадым сызық бойынша, және ішіңіз пыспас үшін мыналарын майыстырып дайындап қойдым. Осылай майыстырып шығасыз. Линия бойынша бәрі көрініп тұр, бәрі оңай. Майыстырып болғаннан кейін осылай дыроколмен екі шетін тесіп шығасыз. Екі шеті екі жағы екі түрлі болып кетпес үшін шамалы көзбен екі жағын қарап алыңыз, қалай ар жағын тескеніңізді. Содан кейін бұл тесікке лента өткізуге бұны жасадық. Бәрін бірге клейлеп қоймаңыз, отдельно алып шығасыз да бүйтіп, сосын клейлейсіз. Клей қолданамын 150 теңгенің стик деген клейін қолданамын, карандаш клей, жақсы жабыстырады. Ашылып кетті деген клиенттен ешқандай жалп болған жоқ. Осылай жабыстырып шығамыз. Жұмысыңызды қиындатпаңыз, ыстық клеймен клейлеп 100 штугын істеу өте қиын болады. Міне мынаны школ кезінде еңбек сабағына бармаған адамдарға специально көрсетіп жатырмын жайлап. Жабуы оп-оңай, міне осылай жабасыз. Хоп-хоп. И все. Біздің ендігі қарағанда коробкамыз дайын. Бұған сіз лента байлайтын болаңыз. Лентаның сантиметрі 35-40 сантиметр арасында. 2,5 ені осылай кіргіземіз де, жай ғана бантик қылып байлаймыз. Оны өзіңіз білетін шығарсыз. Ал енді ең басты сұрақ сізге бонусымыз. Ол керемет лайфхак 100 штугын шаршамай, қиналмай қалай жасап шыға аламын деген сұрақ. Бұрын мен 100 штугын жасау үшін 10 сағат отыратынмын істеп әрқайсысын. Бірақ опыт жинай келе мен қалай жасауға болатынын, қалай оңай жасауға болатынын түсіндім. Сонымен сіздерге бөліскім келеді. Ол үшін сіздер маған подписка жасаңыз YouTube каналыма, содан кейін каналды обновить етіңіз. То есть каналдан шығып кетіп қайтып кірсеңіз, для подписчиков деген видеоларым менің көрінетін болады сізге. Ол видеоның аты тойбастар жасау оңай лайфхагы деген біздің өте күшті видеомыз бар. Соны көрсеңіз, сіздің жұмысыңыз 50-60%-ға жеңілдейді. Істеп жасау техникасын көретін боласыз. Жақсы, сау болыңыз.